Киви секілді экзотикалық жемістер соңғы 10 жылда дүкен сөрелерінде көптеп көрінуде. Бірте-бірте олар киви өспейтін біздің елде де күнделікті ас мәзіріне енді. Кейбір ас түрлері мен жеңіл салаттарға, тіпті кебабқа да киви қосылатын болып жүр. Баршаңызға сәлем, 1001 кеңес арнасында кивидің адам денсаулығына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Жалпы киви адам ағзасына қаншалықты пайдалы? Негізі кивидің отаны Қытай. Бұл жемістің адам ағзасына пайдасы көп. Диетологтар кивиді витаминдер мен минералдарға бай, керемет жеміс деп атайды. Шынында кивидің құрамында С витамині апельсинге қарағанда бірнеше есе көп. Сонымен қатар киви құрамында К және Е витамині, фолий қышқылы, калий, литеин, целлюлоза, магний және фосфор секілді ағза үшін аса керекті қоректік заттар бар. Киви сонымен қатар пребиотик, яғни оның құрамындағы заттар ішектегі пайдалы бактерияларды тамақтандыруға көмектеседі. Олардың көбеюі мен дамуын жеңілдетеді. Бұл ас қорыту жүйесін сау ұстаудың өте тиімді жолы болып табылады. Жұдырықтай ғана жасыл жеміс денсаулықтың басқа да проблемаларының пайда болуына жол бермейді. Мысалы, ағзаның тыныс алу жүйесінің ауруларымен күресін күшейтеді, қан тамырлары мен жүрек бұлшықеттерін нығайтуда және атеросклероздан сақтануда көмегі бар. Қаны қою, жоғары қан қысымына бейім адамдар күніне бір дана киви жеп жүрсе, аурумен күрескен болып саналады. Ал мұның себебі мынада: киви қан ұйғыштығын азайтады. Онда көптеген қан сұйылтатын дәрілер де болатын. Ағзаға жанама әсері жоқ заттар бар. Кивидің басқа да артықшылықтарына келетін болсақ, ол іш қатудың алдын алады, ас қорыту жүйесін жақсартады. Бұдан бөлек суық тиюге қарсы тамаша профилактика болып табылады. Оның құрамындағы В12, С және К витаминдерінің мырыш, иммундық жүйені нығайтуға көмектесетін басқа да қоректік заттардың көп болуымен байланысты. Сонымен қатар киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасұнық, калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар, бұл жемісте актидин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді кебабты маринадтауға пайдаланатыны осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін айтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, көз жоғалтқанда, күйзелісте, диабет, гипертония, тромбоз дерті кезінде, тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенмен осыншама пайдасы кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жемістің құрамындағы С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі әбден мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарға да пайдалануға болмайды. Іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқаны жөн.
Кивидің 84% судан және ақуыз бен майлардан, көмір судан тұрады. Жеміс калориясы аз болғанымен, құрамындағы микроэлементтер мен дәрумендер адам ағзасына өте пайдалы. Кивидағы актинидин ферменті ақуыздарды ыдыратып, қанның ұйып қалуын қалпына келтіреді. Сонымен қатар ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді. Жеміс С дәруменіне бай болғандықтан, жұқпалы індеттерге қарсы адам иммунитетін жақсартады. Сондай-ақ жемісті үнемі жеу холестеринді шығарып, ағзадағы жағымсыз нитраттарды бейтараптандырады. Киви жүрек қан тамырлары ауруы мен қатерлі ісік ауруларының алдын алады. Жеміс құрамындағы микроэлементтер қылтамырларды бекітіп, тромбоз бен атеросклероздың пайда болу қаупін бәсеңдетеді. Киви ағзадағы артық тұзды шығарғандықтан, бүйректе тастың қалыптасуын болдырмайды. Кивиді қабығымен жеу алдында жақсылап жуу керектігін ұмытпаңыз. Сонымен қатар киви қабығы аса сезімтал тілді ауыртып, уылтып жіберуі мүмкін. Дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Зерттеу нәтижелері бойынша балаларда жұтқыншақ, көмей дерматозы, тілдің ісуі туындауы мүмкін. Сонымен қатар аллергиялық әсер беруі де ықтимал. Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін бір кивиді жеу жеткілікті. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. С дәрумені ағзаға зиянды нитрат, нитриттердің енбеуін қадағалайды. Сонымен қатар кивидің құрамында қан ауруларын емдейтін темір мол нан бар. Бет терісінің сымбаттылығын сақтау үшін де кивиді пайдаланып, маскалар жасауға болады. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.